والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Рабаи'ул Баян кітабын оқударға жалғастырамыз. Үкім аяттарының тәпсірі. قال المصنف رحمه الله نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Мұсанниф автор осы кітаптың Мұхаммад Али Ас-Сабуни рахимахулла ғалым былай деп айтады, яғни бүгінгі жаңа тақырып ар-риба жариматун ижтимаия хатира. Өсім, яғни пайыз өте қатерлі қоғамдық қылмыс деген тақырып. Алла субхана тағала өсім жайлы былай деп айтты: استعيذ بالله يا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Алғашқы аятта Алла субханаху ва тағала былай деп айтады: Алла субхана тағала аятта былай деп айтады екен: дүние мүлкін түн демей, күн демей, жасырын һәм жария түрде игі жолда жұмсайтындардың Раббыларының дәргәһінде алатын ерекше сауабы бар. Бұл осындай аяттан кейін жалғасында былай деп айтады: өсім алу жайында. Олар үшін әсіресе ақиретте ешбір қорқыныш һәм оларда ондай әсте мұңаймайды дейді. Сөйтіп келіп, келесі аятта былай деп айтады: өсім жейтіндер, яғни 5 күндік дүниеде пайдаға кенелдік деп ойласа да, қиямет күні қабірлерінен бейне бір шайтан ұрып жынданған адамдай түрегеледі дейді. Бұл олардың сауда-саттық тура өсім сияқты деп айтқандығынан дейді. Әйтсе де Алла сауда-саттықта адал, ал өсімді харам қылды. Кімде-кімге Раббысынан өсімнің харам екеніне қатысты қандай да бір нұсқау, ескерту келіп, өсімнен дереу тыйылған болса, бұрынырақта өсімнен тапқан табысы өзіне тиесілі болып қалады дейді. Яғни кешіріледі. Ал ісі Аллаға тапсырылады. Яғни Алла қаласа тәубесінің шынайылығына қарап күнәсін кешеді. Ал кім Алладан келген нұсқауға қарамастан өсімді адал санап, қайтадан өсім қорлыққа салынса, міне солар тозақылықтар әрі мәңгі бақи сондағы болады дейді. Аяттың жағасында Алла Тағала айтады: "Стаизу билла ямхақуллаху риба ва юрбис садақат валлаху ла юхиббу кулла каффарин асим." Алла көп кіріс әкелетіндей көрінетін өсімге береке дарытпайды. Әрі одан түскен дүниені бірте-бірте кемітіп, түбінде жоқ қылады. Ал көп адамдар дүниені кемітеді деп ойлайтын зекет садақаны керісінше өсіреді, берекелетіп, еселеп көбейтеді. Алла харамды адал деп қасарысқан бірде-бір күнәһар кәпірді жақсы көрмейді дейді. Аяттың жалғасында: "Инналлазина аману ва амилус-салихати ва ақамус-салата ва атауз-заката лахум ажруhum инда раббихим ва ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун." Иман келтіріп, игілікті істер атқарған, намазды кемеліне жеткізіп, үзбей әрі уақытылы оқыған және зекетті толық бергендердің Раббыларының дәргейінде
алар ерекше сауабы сыйы бар. Һәм олар үшін әсіресе ақыретте ешбір қорқыныш жоқ, және онда көңілдері әсте ортаймайды дейді. Яғни қайғырмайды деп жатыр. Аяттың жағасында Estaizu billah Ya eyyuhellezine amanu ittaqullaha ve zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ва иман келтіргендер, Аллаға қарсы келіп, асы болудан сақтаныңдар, яғни қарсы болудан сақтаныңдар. Ұдайы тақуалық шеңберінде өмір сүріңдер. Егер шын мүмин болсаңдар, өздеріңнің өсім шартымен қарыз алған адамдардың мойнындағы өсімнен түсетін алашақтарыңды алмаңдар дейді. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Егер олай істемейтін болсаңдар, Алла және елшісінің сендерге қарсы соғыс ашатынын біліп қойыңдар. Ал егер шынымен тәубеге келіп, өсім алудан түбегейлі бас тартсаңдар, негізгі қаржыларың өздеріңде қалады. Осылайша өзгелерге қиянат жасамаған, әрі өздерің де қиянатқа ұшырамаған боларсыңдар. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Егер қарыз алған адам қысылып тұрса, жағдайы оңалғанша, қаржысы қолында болғанша оған мұрсат беріңдер. Біле білсеңдер, қарызға белшесінен батқан қолы қысқа адамнан алатын алашақ қарыздарыңды бір жолата кешкендерің өздерің үшін хайырлы болмақ дейді. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Бірін қалмай Аллаға қайтарылатын сол бір алапат күннен қазірден бастап қорқыңдар, сақтаныңдар. Содан кейін әрбір жанға дүниедегі жақсы жаман істерінің қарымы толық қайтарылады, һәм олардың бірде біріне әділетсіздік жасалмайды дейді. Садақаллахул азим. Бақара сүресінің 275-тен бастап 281 аяттар аралығы аудармасымен таныстық. Яғни өсімге қатысты Аллах Тағаланың тыйымымен таныстық. Енді осы сөзді талқылап қарайтын болсақ, риба дейді. Иман келтіргендер, яғни риба жегендер дейді. Олар қияметте шайтан ұрған адамдай теңселіп тірілетін болады дейді. Қияметте. Енді риба дегеніміз не? Тілдік мағынасына тоқталсақ, әз-зиядату мутлақан. Бұл жалпылай арту деген мағына береді. Риба деген қазақ тілінде де сол, өсім дейді ғой, өсуді айтады. Өсу. Юқолу риба шай. Ярбу. Яғни бір нәрсе артты дегенді, мысалы, бір нәрсе риба болды дегенді, яғни бір нәрсе артты, өсті деген мағына береді. Ва минху қаулуху та'ала истаизу билла. Ва ихтаззат ва рабат деген аят бар. Яғни дірілдеді және де өсті деген аят бар. Яғни артты деген мағынада. Яғни дірілі көбейді деген мағынада ғой. Ва фил хадисте келеді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям илля раба мин тахтиха дейді. Астындағы нәрсе тек қана көбейді дейді. Астындағы нәрсе көбейді.
Бұл неге қатысты деген? Зәді туаму ләзи даа фихи наби саллаллаху алейхи ва саллям бил барака. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, білесіз, сахабалардың заманында бір тамақты пісіртеді ғой. Сосын аузын ашпа дейді. Аузын ашпа, мен келгенше дейді. Сосын ашады да өзі бисмилля деп не істейді? Тамақты алып салып беріп отырады тамақты. Сонда азғантай ғана адамға жететін тамақ қаншама мыңдаған адам тамақтандырады. Сол жерде пайғамбарымыз дұғасы арқылы не істеді дейді? Тамақтың асты көбейді дейді. Сол жерде осы хадисте келеді. Риба деген сөз қолданады. Яғни тамақ артты көбейді деген мағынада ғой. Еселенді деген мағынада. Енді біз енді тілдік мағынасын танысып жатырмыз. Ва арбар раджул, мысалы арбар раджул деген ол рибамен айналысқан адам дейді. Рибамен адам айналысты дегенді арбар раджул дейді. Яғни өсіммен айналысты. Енді шариғи мағынасына тоқталсақ, риба дегеніміз не? Зиядатун яхудухал муқриду минал мустақриди муқабилал ажал дейді. Қарыз берушінің қарыз алушыдан белгілі бір мерзімге ақшасын бергендігі үшін алатын қосымша ақы. Қосымша ақы. Өзің берген ақшаңнан артық бересің, артық аласың. Не үшін? Өйткені сен белгілі уақытқа дейін сол ақшаны соған бергендігі үшін. Міне осы нәрсе риба болып есептеледі. Енді ятахаббатуху шайтану минал мас деп айттық. Яғни адам қалай тұрады дедік қияметте? Риба жеген адам теңселіп тұрады, жын ұрған адамдай. Сол ятахаббатуху деген, тахаббут дегеніміз не? Ат-тахаббуту ма'наху ад-дарбу аля гойри истива. Тахаббут деген жалпы негізі бір жерге тұрақтанбай ұруды айтады. Бұлай. Бір жерге тұрақтанбай соғуды айтады. Сонда шайтан да адамды осындай көріністе ұрады. Бір жерде ұстап қалмайды ол. Бізде жын кіреді дейді ғой. Негіз біздің ханафи мазхабында жын кірмейді адам бойына. Жын ұстайды дейік. Сырттан болатын нәрсе. Енді соғып қалады, ұрып қалады. Сондықтан да біздің ханафи мазхабында адам ілмет не істемейді. Жын қақты ма, жын ұрды ма деген сөздер содан қалған бізде. Ханафи мазхабы бойынша. Жын кірді ма деген негізі ол ханафи мазхабында олай болып есептелмейді. Енді жақсы. Баир түйе. Мысалы, аяғымен жерді ұрған сияқылды. Аяғымен ұрады ғой. Бірақ ол ұрып қоймайды да, тебетті ала қояды жерді. Соны айтады, тахаббут деп. Жалпы. Бұл тілдік мағынасына тоқтап жатсақ. Ва юқалу лиллази ятасаррафу фи амрин ва ла яхтади фихи иннаху яхбут. Хабата ашва дейді. Яғни, мысалы, бір адамдар болады ғой, бір істі дұрыс атқара алмайды. Және де сол нәрсені дұрыс бір жөнге салып басқара алмай жүрген адамды да не істеп жүр дейді? Яхбут қылып жүр. Яғни хабата қылып жүр. Бір нәрсені ұрғылап қана қойып жүр деген мағынада. Осындай сөзге де қолданылады жалпы негізі сөзбен танысып жатырмыз ғой. Бір істі дұрыс атқара алмай бір басын шалып, сөйтіп қана жүретін адамды да осы мағынаға сәйкес келтіреді. Яғни ұрғылап қана қойып жүрсің ол істі деген сияқты ғой. Аяқсыз қалдырып. Ва тахаббутуху шайтан, яғни шайтанның ұрғылауы дейді бұл жерде. Иза массаху би хабалин ау джунун дейді. Яғни оны жындылықпен, естен алжасулықпен ұстайды. Шайтанның ұруы деген сол. Ол да ұстап тұрмайды ол. Ұрып кеп жүреді. Ұрып кеп жүрген адам не істеп жүреді? Есін тандырып жүреді. Есін тандырып, жындығып қояды. Жынандырып қояды. Ва тусамма исабату шайтану хубтатан дейді. Яғни шайтанның тиюі дейді, ұру арқылы. Ұру арқылы тиюі деп айтады сондықтан осы нәрсені. Жалпы шайтанның ұруын көрдік, қалай ұратындығын. Мәс деген сөзге келсек, мәс деген не? Әл-джунун. Яғни шайтан ұрады ұстау арқылы. Ұстап ұрады дедік. Енді бұл жерде мәс деген жалпы ұстау тілдік мағынасы, бірақ ол жындылық деген мағынада бұл жерде. Жындылық. Юқалу муссарружул. Яғни
фахуа мамсусун ва бихи массун. Яғни ұсталынған адамды муссар роджул айтады. Адам ұсталынды дейді. Ва аслуху минал масси бильят. Негізі ұстау ол қолмен болады дейді әсілінде. Солай ғой. Ва каанна шайтан ямассул инсана фаяхсулу лахул джунун. Сонда бейнебір шайтан адамды ұстайды қолымен. Ұстайды, жаңа ұрыққа ұстайды, сол кезде жындылық пайда болады дейді. Соның нәтижесінде. Енді осы қатысты билмасси анил джунун. Негізі ұстауды ол жындылықтың орнына қолданады. Жынның ұстап қалма дейді, жынның ұстап қалма деген, демек сен жынның ұстап қалма деген жынданып кеттің бе деген мағынада. Жындану деген мағынаны білдіреді. Ұстау деген жалпы не, жындану деген мағынаның баламасы ретінде қолданылады дейді. Сондықтан да қасиетті Құран кәрімде ятахаббатуху шайтану минал мас деп айтады. Вал массу юқалу фи кулли ма яналу инсану мин аза. Мас деген жалпы адамға жететін қандай да бір зиянды айтады. Мас деп. Жақсы. Бұл жерде біз мәс дегенмен таныстық. Енді аяттың жалғасында не деп айтты? Стаизу билла. Залика би аннахум қалу иннамал бай'у мислу риба ва ахаллаллаху ал-бай'a ва харрама ар-риба деп келді. Сөйтіп аяттың жалғасында былай дейді. Фаман жааху мау'изатун мин раббихи. Кімде-кімге мау'иза, яғни уағыз жеткен болса, нұсқаулық Раббысынан жеткен болса, сөйтіп ол тыйылған болса, сол істеп жүрген өсімнен тыйылған болса, онда оның өткен нәрсесінің барлығы кешірілді дейді. Иә, Аллаға тапсырылады дейді ісі. Осы жерде мау'иза, уағыз дегеніміз не? Әл-мау'иза би ма'нал уағз ва тазкир бил хайр фима яруқу лахул қалб дейді. Жалпы мау'иза дегеніміз ол уағыз, ол ескерту жақсылықпен. Сондықтан да өсімен алып жүрген адамдарға жақсылықпен көркем түрде ескерту керек. Өсімен алып жүрген адамдарға. Адамның жүрегі елжірейтіндей, жүрегі жұмсаратындай деңгейде жақсылықпен, жақсы деңгейде насихаттау. Айғайлау емес, сен аузу билля харам нәрсе істеушін тозақ боласың деген сияқты сөздерден аулақ болу керек. Көркем түрде насихат ету керек. Не? Аятта солай келіп жатыр. Бәлкім оған да қатысы болуы мүмкін. Оған да қатысы болуы мүмкін. Мәс дегеннен алуы мүмкін араб тілінен. Сосын өткен іс өтті деп айтты де, өткен іс өтті. Сәләф деген сөзге тоқталсақ, ол өтті, кетті деген мағынада. Мән интаха ани таамули бир риба фа инна Аллаха таала яфу. Яғни Аллах Тағала егер де қандай да бір адам рибамен айналысуды тыйылатын болса, Аллах Тағала оны кешіреді, иә, өткен нәрсесін, күнәларын бәрін кешіреді. Қабла нузули аятил тахрим. Енді аяттың жағасында не деп айтты? Тағы да келесі аятта ямхақуллаху риба деді. Аллах Тағала рибаны құртады деді. Рибаны құртады, яғни өсірмейді деді рибаны. Ва юрби садақат. Ал садақаны керісінше өсіреді деді Аллах Тағала. Осыған тоқталсақ. Әл-махқу деген жалпы негізі ол кемсіту, кетіру деген мағынаны береді. Yani Аллах Тағала рибаны кетіреді, азайтады дейді. وَمِنْهُ الْمُحَاقُ فِي الْهِلَالِ. Мысалы, айдың соңында ай не істейді? Жіңішкереді ғой. Сонда не істейді? Әл-мухақу фил хилал. Яғни айдың соңындағы айтқанда айдың жіңішкеруінде де мухақ деп айтады. Яғни азайды кемсітілді деген мағынада ғой, көрдіңіз бе? Яғни барлығы бір сөзден шығып жатыр ғой. Яғни айды кемсітілді. Демек дәл сол сияқылды ямхақуллаху риба дегені Аллах Тағала рибаны кемсітеді, кем қылады, нұқсан қылады деп жатыр. Өсірмейді Аллах Тағала. Енді мынандай сөз бар. Махақаху иза анқасаху ва азхаба баракатах. Аллах Тағала ол нәрсені, жаңағы рибаны азайтса, ол деген оның жаңағындай материалдық тұрғыдан деңгейін қысқартады, азайтады. Ақша келіп жатқан сияқты, бірақ жоғалады, үйтеді, бүйтеді, бәрібір.
Ол өсім кетеді, өсіммен жинаған ақша жоғалады дейді. Сонымен қатар берекесін де кетіреді дейді. Екі жағынан. Ол біреу ұрлап алып кетуі мүмкін, біреу жоғалып кетуі мүмкін, әйтеуір жанып кетуі мүмкін, өрттен кетуі мүмкін. Сонымен қатар қосымша Аллах тағала оны былайда да сенің ақшаң болғанмен де береке болмайтын нәрселерге жұмсап, адам сөйтіп құртады бәрібір оны. Ақшаның берекесі болмайды. والمراد أن الله أوعد بالمربي المرابي بإذهاب ماله. Аллах субхана тағала бұл жерде мақсат өсіммен айналысатын адамға ескертіп жатыр. Яғни малының кетіретіндігіне. Мен сен малыңды кетіремін дейді бәрібір. Қанша айналыс өсіммен, бәрібір малыңды кетіремін деп жатыр. Көрдіңіз бе? Ва ихлаки, құрдымға шығарамын, құрдымға жіберемін дейді барлық малдарыңды. Ва фил хадиси шариф, пайғамбарымыздың хадис шарифінде де былай деп айтылады. Иннар риба дейді. Ва ин касура фа ақибатуху иля қаллин дейді. Иля қиллин дейді. Яғни риба дейді, өсім. Ол қанша көбейсе де дейді, оның түбі азаюға алып барады дейді. Көрдіңіз бе? Қанша көбейсе де бірақ түбінде азаюға алып барады деп отыр. Түптің түбі азаяды дейді. Енді юрбис садақат, садақаны өсіреді деді Аллах тағала. Ол қалай? Язидуха ва юнаммиха, жаңағы садақаны арттырады, садақаны көбейтеді, және де сауабын арттырады. Ақыретте оның сауабын арттырады деп отыр садақаны. Бұл дүниеде де оның садақадан жіберілген мал дүние көбейеді. Сонымен қатар ақыретте де сауабын бірнеше есе еселейді. Енді аяттың жағасында не деп айтты? Аллаху юхиббу ла юхиббу кулла каффарин асим деді. Аллах тағала әрбір кәпір, әрі күнәһар адамдарды жақсы көрмейді деді. Осы жерде асим деген сөз тоқталсақ. Асим деген күнәһар. Енді қандай? Асим деген жалпы ол касирул исм, күнәні көп істейтін адамды айтады. Демек, рибамен айналысатын адам ол күнәні көп істейтін адам. Аллах тағала оны адам жақсы көрмейді отыр. Ва хуал мутамади фи иртикабил мааси. Ол адам күнәні жасауда қайталай беретін адамды айтады. Асим деп. Күнәні қайталайды, күнде қайталайды. Бір қайталап Аллах тәубе етіп қойса ол бір жөні ғой, бірақ күнде қайталап жасайтын адам. Міне өсім қолмен айналысатын адамды да осы нәрсеге телініп жатыр. Әл-муссирру аля зунуб. Өсіммен айналысатын адам күнәсіне табанды болатын адам деп жатыр. Күнәсінен қайтпайтын. Көрдіңіз бе? Құдай сақтасын. Аллах хидаят берсін. Инналлазина аману ва амилус солихат. Енді аяттың жағасында былай деп келеді. Ақиқатында иман келтіргендер, және жақсы амалдар жасағандар, намаз оқығандар, зекет бергендер, лахум ажрухум. Оларға сауаптар бар дейді. Айнда роббихим, Раббыларының құзырында. Вала хауфун алейхим вала хум яхзанун. Олар ешқашан қорқпайды және де қайғырмайды дейді. Аят жағасында былай айтады. Я айюхаллазина аману тақуллаха. Иман келтіргендер, Алладан қорқыңдар. Вазару ма бақия минар риба. Рибадан қалған дүниелерін бәрін тастаңдар дейді. Мысалы, кезінде рибамен жинап алдың ақшаны. Кейін бар тәубе қылу мүмкін. Сол рибадан қалған ақшалардың бәрін жібер дейді. Ұстама деп жатыр өзін. Көрдіңіз? Қалған ақшаның бәрін лақтыр деп жатыр. Осы жерде осы нәрсе аят жағасы кетеді. Ин кунтум муъминин, егер де мүмин болсаңдар дейді. Егер де бұлай істемейтін болсаңдар дейді, яғни тыйылмайтын болсаңдар өсімнен. Фа иллам тафалу, олай істемейтін болсаңдар, фаъзану бихарби миналлах ва расулих. Ондай болса, Аллах тағаладан елшіден келетін соғысқа дайындала бер дейді. Соғысқа дайындала бер жатыр. Иә. Айқину деген, бұл жерде фаъзану бихарб деген, Аллах тағаладан рұқсат бере берді деген манасы, яғни айқину, дайындала беріңдер. Көздеріңді соған сене беріңдер деген манады ғой. Аллах тағала мен оның елшісінің соғысына, сен саған қарсы ашқан соғысына сене беріңдер, соған илана беріңдер деген манады. Ва хаза ваидун лиман лам язари риба дейді. Міне бұл дейді, рибаны тастамай жүрген адамға ескерту деп жатыр. Аяттың жағасында былай деп айтады. Келесі аятта былай дейді.
Мысалы, сен ақша беріп қойған адам, ол қандай адам болуы мүмкін? Кедей кембағал мүмкін. Жағдайы жоқ адам болуы мүмкін. Ол жағдайы оңалғанға дейін оны тосу керек. Қинап ананы, қашан бересің деп жаңағы. Сен ол сол ақшаны ғана бермейсің, үстеме қылып төлеп беруің керек деп. Қинамау керек деп жатыр. Яғни зу усра деген жалпы негізі қиыншылықты білдіреді. Усрун деген ол әл-фақр ва диқ, таршылық, кедейшілік деген білдіреді. Усра деген. Асара ражул изафтақра. Мысалы, егер де кедейленетін болса адам, оны асара ражул деп айтады. Фаназира деген не? Фаназиратун деген мағынасы ол ваджибу таъхируху ва интизаруху. Яғни кешіктіру, тосу деген мағына білдіреді. Міндетті түрде кешіктіріп тосу деген. Анзараху иля ахмалаху ва аххара. Мысалы, анзара дейді болса, бір адамға инзар берді десе, демек ол оған уақыт кешеуілдетті, уақыт берді деген мағынада. Құранда да Аллах Тағала не дейді? Фаанзирни иля яуми юбасун деп айтқан. Кім? Иблис айтқан. Аллах Тағала. Фаанзирни деген осы инзар деген сөз шығады. Маған отсрочка берші деген ғой. Мен қайта адам баласы тірілгенге дейін маған отсрочка берші маған. Мен адам баласын азғырайыншы маған. Мен бака мені кісендемеші, мені қол аяғымды бос қойшы деген. Жер бетінде жайбарақат жүрейші деген. Сонда не дейді Құранда Аллах Тағала? Фа иннака минал мунзарин дейді Аллах Тағала. Ақиқатында сен мұрсат берілгендерденсің дейді. Саған мұрсат бердім дейді. Уақытша қиямет деген ол мәңгілік нәрсе емес қой. Қияметке жетеді бір уақытта. Сол уақытқа саған жарайды уақыт берейін, кешеуілдетейін дейді. Сөйтіп, саған ергендердің барлығын бірге тозаққа лақтырамын деген сөз бар. Осы жерде сол инзор деген сөзден шығады. Фаназиро деген. Енді фаназиратун иля майсара. Майсара деген байығанға дейін. Баю деген жағдайы оңалғанға дейін. Вал мағна иза канал мустадин муасиран. Егер де жаңағындай сол қарыз алған адам жағдайы төмен болса, кедей болған болса, фа ахируху иля вақти саа. Яғни жағдайы оңалғанға дейін, кеңшілік уақытқа дейін кешіктіріңдер дейді. Байыған уақытқа дейін. Байы болғанда енді жағдайы оңалғанға дейін уақыт. Вала таъхузу минху илля раъсал мал. Тек қана одан сол мал дүниенің басын ғана алыңдар дейді. Басқа ештеңе алмаңдар одан. Яғни қанша ақша бердің, сонша ақшаны ғана алыңдар деп отыр. Бұл жаңағы аяттың кейбір сөздерін біз ашықтап түсіндіріп кетуге тырыстық. Кейбір сөздеріне асай яғни сөздік анализ жасадық. Енді бұл аяттың жалпылай мағынасын тоқталсақ. Не жалпылай, қандай мағына беріп жатыр? Юхбирул маула жалла ва улал мураббин. Алла субхана ва тағала бізге рибамен айналысатындарды ескертіп бізге хабарлап жатыр. Алладина ятаамалуна бир риба фаямтассуна димаан нас. Олар не істейді? Ол адамдар рибамен айналысады. Сонымен қатар олар адамдардың қандарын ішеді дейді. Солар қандарын ішеді ғой шыны керек адамдар, не? Қаншама адам қазір кредитта жүр, қанша адамның қанын ішіп жүр мысалы. Бианнахум ла яқумуна мин қубурихим яумал қияма. Олар дейді, олар қияметте қабірден, қиямет күні қабірлерінен тұрады қалайша? Илля кама яқумул масру'у халам сур'ихи ва тахаббути шайтани лах. Олар шайтан ұстағандай, есінен алжасқандай, қояншық ауырмен ауырған адамдай тұрады деп отыр. Ятаассару ва яқау ва ла ястати'у ан ямшия савиян дейді. Олар қараңыз, сүрініп, өз аяғына өз сүрініп, шайқалып тұрады дейді. Және де түзу жүрулеріне шамалары келмейді дейді ол кезде. Қараңыз. Лианна бихи массан мина шайтан. Өйткені олардың бойында шайтанның ұстауы бар деп отыр жаңағыдай. Шайтанның ұруы бар деп отыр. Залика тахаббут ва таассур бисаби аннахум. Бұл шайқалу, бұл естен алжасу не себепті болды? Себебі олар истахаллур рибаллази харрамахуллах. Аллах Тағала харам деп тапқан рибаны өздеріне адал қылып алған үшін. Көрдіңіз бе? Фақалу, олар не деп айтты? Жаңа айтқандай. Ол сауда деген өсім сияқты нәрсе ғой деді. Иннамал бай'у мислур риба деді. Көрдіңіз бе? Олар ар-риба мислул бай'i. Фалимаза якуну хараман.
өсім де ол сауда сияқты ғой. Қалайша ол харам болсын дейді. Көрдіңіз? وقد رد الله تعالى عليهم هذه الشبهة السقيمة بأن البيع تبادل منافع وقد أحله الله. Енді Аллах Субхана Тағала оларға жауап қылып қатты, яғни бұл ауру, сондай бір дерт, күмәнді қайтарып не деп айтты? Ақиқатында сауда дейді, сауда. Ол пайдалы нәрселерді бір-бірімен алмастыру деген мағынада. Пайдалы нәрсені екі жақ бір-біріне, пайдалы нәрселерді бір-біріне алмастырады. Солай ғой. Деп жауап берді. Және бұны Аллах Тағала адал қылды дейді. Вар риба зиядатун муқтатиа. Ал риба болса, өсім болса, ол қарыз алушы адамның күшін әрі айтқанда етін жұлып алатындай деңгейдегі артық дүние деді. Яғни, көрдіңіз, адамның ешқандай еңбегінен тыс нәрсе ғой, алып алатындар, сор. Ешқандай жаңағыдай еңбек етпей, біреудің ақысынан артық дүниені талап ету ойысып береді. Вақада харрамахулла. Аллах Тағала бұны харам қылды. Факайфа ятасауиян. Қалайша ол екеуі бірімен тең болсын. ثم أخبر تعالى بأن من جاءته الموعظة والذكرى. Енді Аллах Тағала кейін не деп айтты? Кімде-кімге уағыз, осы ескерту жететін болса, фантаха, кейін тыйылатын болса сол харам өсімнен. Амма кана қабла тахрим. Сол жаңағы харам еткен нәрселерден тыйылған болса, фа инналлаха азза ва джалла яфу анху ва яғфиру лах. Аллах Тағала оны кешіріп, елемей қоя салады деп отыр. Вала юахизу амма ахаза минар риба. Және де сол алған рибасында сөкпейді дейді. Өткен. Ва амма ман таамала бир риба ба'да нахиллахи анху. Аллах Тағаланың тыйымынан кейін де сол өсіммен айналысуды жалғастырған адам дейді. فإنه يستوجب العقوبة الشديدة بالخلود في نار جهنم لاستحلاله ما حرمه الله дейді. Тоқтатпай жалғастырған адам дейді ары қарай. Ол өте ауыр азапқа лайықты болады дейді. Қандай? Тозақтың отында мәңгі қалу дейді. Мәңгі қалу үлкен азабына лайықты болады деп отыр. Не үшін? Өйткені ол Аллах Тағаланың харам еткен нәрсесін адал қылғандығы себепті. Көрдіңіз бе? Адал қылғандығы үшін. Құрандағы қандай да бір аятты жоқ, харам нәрсені адал дейтін болса, Құдай сақтасын, діннен шығады. Мәңгілік тозақ болады, Құдай сақтасын. Көрдіңіз бе? وقد أوعد الله المرابي بمحق ماله. Аллах Субхана Тағала өсімен айналысатын адамға мал дүниесінің кемсітіліп кететін, яғни төмендеп кететіндігі, құрдымға ұшырап кететіндігімен ескертті. Мал дүние өспейді бәрібір өсіммен. Өспейді. Имма би-изхаби бил-куллия, толықтай мал дүниесі жойылумен жоқ болады. Немесе ау би-хирманихи баракати малихи. Мал дүниесі болғанмен де бірақ берекесі болмайды. Жұмсай береді, бос нәрселерге жұмсайды. 4%-мен алып жатырмын, оларға да ескерту керек қой. Бәрі ғой. Фар риба 1%-ның өзі. Сәл артық пайыздың нәрсенің өзі. Дұрыс нәрсе емес. Фар риба ва ин касра фа ақибатуху иля қалли. Яғни пайғамбарымыз қайсы айтқандай, риба қанша көп болса да, оның соңы бәрібір азшылық қалып барады. Кама байяна салаватуллахи ва саламуху алейхи. Фала будда ай يزهقه الله ويمحقه لأنه خبيث. Аллах Субхана ва Тағала сол рибаны міндетті түрде құртады дейді. Және де оның пайдасын кемітеді деп отыр. Өйткені ол лас нәрсе. Лас дүние ол. Харам мал. Адал нәрсе емес ол. Харам, ол тапқан мал. Оны харам малды не істемейді? Харам малды Аллах Тағала ешқашанда берекесін бермейді. Үйді алып жатыр ғой енді. Ипотека ма? Ол да риба емес пе? Риба?
Qul la yastavil khabis wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabis. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayt деп жатыр. La yastavil khabis wat tayyib. Жақсы адал нәрсе мен харам жаман нәрсе тең болмайды деп жатыр. Walau a'jabaka kasratul khabis. Лас харам дүниенің көптігі сені қаншалықты деңгейде қызықтырса да, сені таңғалдырса да дейді. Бәрібір ол адал нәрсемен тең болмайды деп отыр. Көрдіңіз? Ва аммал мутасаддиқу фаллаху юбарику лаху фи малихи ва юнаммихи дейді. Ал енді садақа берушіге келетін болсақ, қараңызшы, садақа берушіге келетін болсақ, Аллах субхана тағала оның малына береке береді. Береке береді. Және де оның береке беріп қана қоймайды. Малыңа аз болса да, Аллах тағала береке береді. Сонымен қатар сенің малыңды өсіреді бір жағынан. Көрдіңіз бе? Малыңды өсіреді. Бір жағынан береке береді. Ал өсіммен асқан адамның малын азайтады, құрдымға кетіреді немесе тіпті. Сонымен қатар берекесін жоғалтады. Аллаху ла юхиббу кафурул қалб деді. Яғни жүрегі шүкірсіз, күпірлікке толы адамды жақсы көрмейді деді. Асимал қаул вал фи'л, ісінде де, сөзінде де күнәға толы адамдарды жақсы көрмейді деді. Сумма жа'ал ва'iду ва тахдиду шадид. Кейін не келді? Ескерту, тыйым салу, қатты ескерту келді дейді. Неге байланысты? Лиман та'амала бир риба. Рибамен айналысатын адамға қатысты. Ва хасатан иза кана хаза шахсу минал муъминин. Әсіресе ол адам мүминдердің қатарынан болатын болса. Рибамен айналысқан адам иман келтірген, мұсылман бола тұра. Рибамен айналысқан болса, сол адамға қатты ескерту келді. Не деп? Фарриба вал иману ла яжтамиан. Қараңызшы. Өсім мен иман деді, екеуі бір жерде жиналмайды дейді. Ойлаңыз, субханаллах. Өте қауіпті нәрсе. Валихаза а'ланаллаху әл-харба аля-мураббин дейді. Міне сол себепті Алла субхана тағала рибамен айналысатын адамдарға соғыс ашты. Соғысты жариялады. Өйткені оның жүрегінде иманның жоқтығының көрінісі деп отыр ғой. Өйткені иман мен риба, өсім екеуі бір жерде жиналмайды деп отыр. Стаиз билла фа иллам тафалу. Егер де сол рибаны тастамайтын болсаңдар, фазану би харбин мин Аллахи ва расулихи. Аллах тағаламен және оның елшісінің соғысына илана беріңдер деді. Көз жеткізе беріңдер деді. Ин тубутум фа ин тубутум. Егер де тәубе еткен болсаңдар, фалакум руусу амуаликум деді. Сендердің мал дүниелерінің капитал сендерде болады деді. Көрдіңіз бе? Мал дүниенің, ақшаның басы, ақшаның төбесі сендерде болады деді, тәубе еткен болсаңдар. Ла тазлимуна ва ла тузламун дейді. Сендер біреуге зұлымдық жасамайсыңдар, ақшасын біреудің не істеп қоймайсыңдар, біреудің мал дүниесін кемітіп қоймайсыңдар, ақысын жеп қоймайсыңдар, әділетсіз жасамайсыңдар, және өздерінде әділетсіздікке ұшырамайсыңдар дейді. Фа айю муслим ясмау мисла хазал ваиди сумма ятаамалу бир риба. Қараңыз, қандай да бір мұсылман осы ескертуді естіп, ары қарай рибамен айналысады ма дейді. Қандай мұсылман айналысады деп отыр бұл ескертуден кейін. Көрдіңіз бе? Айналысатын болса, ол оның мұсылман екендігінің белгісі емес деп отыр. Күмән бар деп отыр. Аллахумма хфазна мин хазихил жаримати аш-шаниа. Жиіркенішті осындай күнәлі істерден бізді сақтай көрші дейді Раббым деп отыр. Ва тахирна мин акли сухт. Сухт деген харам нәрсені, харам малды жеп қоюдан бізді тазартшы. Ва таамули бир риба. Рибамен айналысудан бізді тазартшы. Иннака самиун муджиб ад-дуа. Аллаху амин. Аллахумма амин. Шындығында сен естушісің әрі жауап берушісің ғой дейді. Көрдіңіз бе? Енді бұл аяттың түсу себебіне тоқталсақ, бұл аят неге байланысты түскен? Канал Аббас вал Халид ибн Валид шарикайни фил жахилия. Аббас ибн Абдул Мутталиб, пайғамбарымыздың көкесі, сонымен қатар Халид ибн Валид, білесіздер иә, үлкен қолбасшы, әскер қолбасшысы. Осы екеуі негізі жахилиет дәуірінде бұрында исламға дейін екеуі серіктес болған дейді.
сауда-саттықта, иә, бір бизнесте. Яслифани фир риба иля насин мин Сақиф дейді. Таиф қаласындағы Сақиф деген рудың адамдарына рибамен ақша дүние беретін еді дейді. Өсімқорлықпен. Фажаахул ислам ва лахума амвалун азиматун фир риба дейді. Кейін ислам діні келді. Олар да исламды қабылдады, бірақ олардың сол бұрынғы рибадан тапқан көптеген мал дүниелері бар еді дейді. Фаанзалаллаху хазихил ая дейді. Мына аятты түсірді дейді Аллах Тағала кейін. Estaizu billah ya eyyuhellezine amanu taqullah ve zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ey iman келтіргендер, Алладан қорқыңдар, және де рибадан қалған нәрсенің барлығын тастаңдар, егер де мүмин болсаңдар деп айтты. Осы аяттан кейін фақала набию саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах субхана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтты. Ала ва инна кулла риба min ribal jahiliya mawdu'. Естерінде болсын деп жатыр. Инна кулла риба min ribal jahiliya, жахилеттегі өсімқорлықтың әрбір өсімқорлығы не істелді деп жатыр? Лақтырып тасталды дейді. Лақтырып тасталды деген, яғни жаңағыдай тастаңдар дегенден тастап әрқайсысы оны кедейлерге таратып жүрді. Ва аувалу риба адағаху рибал аббас дейді. Ал енді сол жахилиет дәуіріндегі рибалардың ең алғашқысы дейді тасталған. Ол сол Аббастың рибасы деп айтқан екен. Аббастан айналысты ғой сонымен. Соны ести сала бірден тастаған ғой малдың есіне. Ва куллу дамин мин дамил жахилия мавду'. Қараңыз. Ва ауалу дами адағаху даму Рабиат ибн Харис ибн Абдул Мутталиб дейді. Енді көп барлық жахилиет дәуіріндегі қандардың барлық қаны тасталды дейді. Яғни енді өлімдер барлығы қойды, қоя өлтіруді нәрседен қойды. Ва ауалу даму адағаху даму Рабиа ибн Харис ибн Абдул Мутталиб. Яғни алғашқы сол қан төгуді қойған адам ол Рабиа ибн Харис ибн Абдул Мутталиб деген деп пайғамбарымыз айтқан екен. Осындай мағынада. Ау фима қал, ау кама қал. Енді бұл тәпсірден, осы аяттың тәпсірлері бар, енді бірнеше, соған тоқталсақ. Нәзік тұстары, тәпсірдің нәзік тұстары бар. Неге бұлай айтылды? Соған тоқталайық. Мысалы, бірінші нәзік тұсы әл-мураду бил әкли фил аятил каримати мутлақул ахз ва тасарруф. Мысалы, Құран қасиетті аяттағы әкіл деген, жеу деген келді ғой. Әлләзина яъкулуна риба, яғни рибаны жейтіндер деп айтты ғой. Жейтіндер. Негіз ол жалпылай алу, оны қолдану деген мағынада. Жеу деп айта береді, бірақ негізі қолдану, алу деген мағынада ғой. Бүкіл жеген заттардың барлығын жей бермейді ғой. Ақшаны алу мүмкін, ол зат тұрғысынан алу мүмкін. Иә? Бірақ жеу деп қолданады. Не үшін? وعبر به هنا الذين يأكلون الربا. Риба, яғни рибаны жейтіндер деп не үшін қолданды? لأنه الغرض الأساسي من المال. Жалпы өйткені себебі бұл негізгі мақсат болып негізгі нысан болып есептеледі мал дүние. Негізі мал ғой, негізгі нысан болып есептелетін, не? Негізгі мақсат болып есептелетін. وما عداه من سائر الوجوه فتبعون. Ал қалған заттардың барлығы соған еріп кете береді малға. Сондықтан негізі адам баласы бұрында бірмен айналысатын сауда-саттықтың көрінісі малмен болған. Сондықтан да ол мал жегенде деп айта береді. Сондықтан оның ішінен мал емес, дүние де кіріп кетуі мүмкін. Ақшарына жүре берген. Сондықтан жейтіндер деп Аллахта айтқан, ол енді қолданатында дегенде мағынада дейді. وقد شاع هذا الإطلاق يقال لمن تصرف في مال غيره بدون حق أكله وهضمه. Мысалы, сол сияқылда бұл сөз тіркес жеу деген. Басқа да нәрсеге де қолданыла береді. Мысалы, басқа біреудің де мал дүниесін жаңағыдай талан-таражға салып өздігімен жаңағыдай қолданатын болса, жаңағыдай оның хақсынсыз, нахақтан нахақ қолданатын болса біреудің малын, дүниесін, онда да жеді деп қолдана береді. Ол жейтін нәрсе болмаса да. Түсінікті,
Енді тағы да тәсбихтің нәзік тұсы ол екінші нәзік тұсы. Ташбихул мурабина бил масруин аллазина ятахаббатухум аш-шайтан. Алла Субхана Тағала өсіммен айналысатын адамдарды қояншық ауруына шалдыққан адамға теңестірді. Ауру адамға. Жынды адамға теңестірді. Яғни шайтан ұстап қалған. Не үшін? Фихи латифа. Бұнда негіз бір нәзік мәселе жатыр. Вахия анналлаху азза ва джалла арба фи бутунихим ма акалу минар риба фа асқалахум. Субханаллах. Не деген сөз? Өйткені бұның сыры дейді. Аллах Субханаху ва Тағала дейді. Сол рибамен айналысып жүрген, өсімен айналысып жүрген адамдардың іштерін сол жеген өсімдермен ішін өсіреді дейді. Ол өсім жеді ғой. Енді Аллах Тағала оның ішін өсіреді дейді, сол жегендік себепті. Өсім жегендік себепті. Ішін өсіреді, сондықтан олар ішін көтере алмай ауыр сезінеді дейді адамдар сол жерде. Қиметте ше. Фасару мухбилин дейді. Янхадуна ва ясқутун. Сондықтан олар ақылын алжасқан адамдай болады дейді. Бір тұрады, бір отырады. Бір отырады да, бір тұрып келатып, бір құлап сөйтіп жүретін болады дейді. Құдай сақтасын. Ва тилка симаухум яумал қияма. Бұл олардың белгілері, нышан, пішіндері осындай болады қиметте. Юрафуна биха. Осы арқылы адамдар оны таниды. Мыналар өсімен айналысқан адамдар ғой деп. Сыртынан. Естерінен танып, естерінен алжасып тұрады сол кезде. Қарындарын дөй өсіп кеткен қалде. Саид ибн Джубайр радиаллаху анху былай деп айтады: "Тилка аламату акили риба яумал қияма." Міне осы белгі ол қияметтегі өсімен айналысатын адамдардікі деп айтқан екен. Жаңағы белгіні. Бұл Абу Саудта Ибн Джаузида келеді. Үшінші нәзік мәселе осы аяттан алатын. Фи қаулихи та'ала иннамал бай'у мислур риба деп айтты. Қараңыз, кімдер жаңағы өсімен айналысатын адамдар не деп айтты? Иннамал бай'у мислур риба деп айтты. Бұлай деп айтты. Сауда саттық өсім сияқты ғой деп айтты. Көрдіңіз бе? Сауда саттық деген негізі дұрыс нәрсе ғой, адал нәрсе. Былай деп айтқан жоқ. Риба өсім сауда саттық сияқты ғой деп айтқан жоқ. Керісінше, сауда саттық өсім сияқты ғой деп айтты. Көрдіңіз? Бұны ташбиху латиф. Негіз бұл деген ұқсастыру дейді, теңестіру, андай өте нәзік теңестіру дейді. Оны негізінде арабша ат-ташбихул мақлуб деп айтады екен оны. Ауыстырылған теңестіру. Дұрыс теңестіру емес, кері теңестіру ғой, кері теңестіру. Түсіндіңіз бе? Ол негіз олай теңестірілмейді ғой, мысалы. Көрдіңіз бе? Сауда саттық риба сияқты деп. Көрдіңіз бе? Бұл жерде олар датуы өзі рибаға жатпағандығы соншалықты, олар не істеген? Ана рибаны сауда саттыққа емес, олар керісінше сауда саттықты рибаға ұқсатып отыр ғой. Типа сауда саттықта риба точно енді адал, бірақ сауда саттық мүмкін соған ұқсайды негіз деген сияқты отыр ғой, көрдіңіз бе? Сауда саттыққа күмән түсіріп отыр өздерінше. Былай айтқанда ше. Ауыз білді. Бұл деген барып тұрған антырлық, ана тұрған оңбағандық нәрсе негіз. Оңбағандық ұқсастыруда негіз, көрдіңіз бе? Ва хуа а'ла маратиб ат-ташбих хайсу юсбиху al-mushabbih mushabbihan bih. Мисля қаулихим. Мысалы, былай сияқылды ғой. Бұл деген, яғни қаран, мынандай десе, ұқсас тұратын нәрсе бар. Сосын ұқсатылған нәрсе бар. Ұқсатылған нәрсе ол жоғары тұрады, ұқсататын нәрсеге қарағанда. Солай ғой, мысалы, мүшәббәх бих деген нәрсе бар араб тілінде. Оны енді балағада өтеді көбінесе. Риторика дейді ғой жаңағындай. Өзі араб тілін бірінші сарфты өтеді, морфологиясы, одан кейін синтаксис өтеді, наху. Одан кейін ең жоғары тұратын балағада. Балаға деген риторика уже, аналарды меңгеріп болғаннан кейін балаға риторика. Осы нәрселерді оқиды. Мүшәббәх бих, илмун баян, илмун бадиғ,
жаңағыдай айлмул баян, айлмул бади, айлмул жаңағы маани деген нәрселер оқытылады. Ол жаңағы риторикаға қатысты нәрселер. Содағы келген нәрсе бұл. Ұқсату деген, қандай нәрсе бар? Ұқсатылған нәрсе. Ұқсататын, мысалы андай ғой, сенің жүзің ай сияқты деп айтуға болады да. Ай деген ол ұқсатылған нәрсе. Ұқсататын нәрсе ол басқа бір зат. Сондықтан ұқсатылған нәрсе ол жоғары тұрады ұқсататын нәрсеге қарағанда. Түсіндірілдің ба? Олар көрдіңіз бе? Керісінше қолданылған. Олар сауда-саттық өсім сияқты да айтқан ғой, көрдіңіз бе? Ол өлең шумаққа ұқсайды дейді. Әл-қамару кәуачхи зәйт дейді. Ай зәйттің жүзіндей, жүзі сияқты деп айтқан ғой, біреу өлеңінде. Ай зәйттің жүзі сияқты деп. Көрсі келісіп айтылатын нәрсе ғой негізі. Уәл бахру кәкәффихи деген. Ал теңіз болса, оның алақаны сияқты деп айтқан. Мысалы көріңіз, ва айнаки айнаха деген. Сенің екі көзің, оның екі көзі. Сенің екі мойның, сенің мойның, оның мойны. Сива анна айзмасақи минка дақиқу. Бұл өлең шумақ, яғни тек қана оның балтырының сүйегі, сенің балтырының сүйегі оған қарағанда жіңішкерірек деп айтқан екен. Бұл нәрежеде осы өлең шумақ негізі қайдан алып отыр? Әл-бәйтул ли-мәжнун, ләйл мәжнун деген бар ғой, ләйл мәжнун дейді ғой. Ләйл мәжнун. Осы ләйл мәжнун, мәжнун деген ол жаңа есіне ауысқан ғашықты айтады. Ләйла деген ол жаңағы сүйіктісі мәжнунның. Ләйл мәжнун. Сол сүйіктісіне мақтап айтқан өлеңі бар екен. Сол екеуіне қатысты айтқан бір шайырдың өлеңі бар. Сол жерде ямдаху фихи шайыр махбубата. Яғни сол өлең айтушы Ләйләні, яғни сүйіктісін мақтап былай деп айтады. Осы бәйттің алдында былай деп айтқан. Фая шибху Ләйлә قد أضر بالهوى فأنت ليلى ما حييت طليق. Бұл өлеңде, яғни менің жаңағыдай Ләйләме ұқсасым деп жатыр. Ұқсасым. قد أضر بالهوى, яғни قد أضر بالهوى. Маған ауа маған зиян берді, яғни әуесқойлық маған зиян берді деп жатыр. فأنت ليلى ما حييت طليق. Мағынасы, яғни сен ләйлісің ғой. Мәхуиту толиқу дегені, яғни сондай мағынада, енді мәхуиту толиқу деген сәлем берілмедім деген сияқты мағынада. Жалпы бұдан алатын нәрсе фақада ра'a ғазалата, андай нәрсе ғой. Жаңағы мәжнун киікті көреді. Киікті көреді, сөйтіп оның екі көзін, сүйіктісінің екі көзін оған теңестіруді қалайды. Ұқсатуды қалайды. Сөйтіп бірақ оны керісінше айтады. Ва жа'ала айнайл ғазалата тушбиху айнайха. Яғни ол киіктің екі көзін Ләйлдің екі көзіне ұқсатады. Сол сияқты киіктің мойнын Ләйләнің мойнына ұқсатады. Бұл ұқсатуды жалпы әт-тәшбихул мақлуб дейді. Яғни ауыстырылған теңестіру айтады. Кері теңестіру айтады бұны. Бұны осы нәрсені, осы теңестіруді жаңағы барып тұрған өсімқорлар қолданған. Көрдіңіз бе? Осы нәрсені айтқан. Енді тағы да бір илахи сыр алынатын, осы аяттан алынатын терең мәселе, нәзік мәселе. Ол ямхақуллаху риба ва юрбис садақат дедік. Яғни Аллах тағала не деді? Риба өсімқорлықты кемістеді деді, азайтады деді. Ал садақаны көбейтеді деп айтты. Бұл аяттың мағынасы не? Яғни ақиқатында өсімқорлықпен айналысатын адам ол рибадан талап етеді.
өсім талап етеді ғой. Өсімқорлықтан нені талап етеді? Малдың артуын талап етеді. Малдың артуын іздейді, соны көздейді. Ал садақаны бас тартатын адам ше, садақа бергісі келмейтін адам. Ол не істейді? Не үшін садақадан тыйылады? Тоже малды көбейту үшін. Малды арттыру үшін ғой. Мен садақа берсем, мен малым азайып қалады деп ойлайды. Былай логикалық түрде солай ғой, былай қарасаң. Сен бересің, сенде қалтаңда бір 200 мың теңге бар еді, 5 мың садақа берсең, сенде 195 мың теңге қалды мысалы. Логика салсақ солай. Енді Алла Субхана Тағала баяндап жатыр бізге. Әннәр риба дейді. Риба деп жатыр. Өсімқорлық. Ол өсудің емес, азаюдың себебі деп жатыр. Азаюдың себебі дейді. Көрдіңіз бе? Ал садақа болса дейді, керісінше азаюдың емес, өсудің себебі дейді. Онымен өседі деп жатыр садақамен. Көрдіңіз бе? Аз-зиядату уан-нуқсану иннама якунани би'тибарил ақиба уан-наф'у фид-дарайни. Бұл жерде азаю, көбею, ол біз ойлағандай дәл қазіргі уақытта болып жатқан нәрсенің көрініспен болмайды ол. Ол бірнеше уақыт түптің түбінде болады. Ол бірнеше уақыттан кейін болады ол. Аллах сол нәрсеге жетелеп алып барады. Көрдіңіз бе? Садақа берген адамның мал дүниесін көбейтеді, өсіммен айналысқан адамның мал дүниесін азайтады. Сөйтіп, ақыретте не пайда, не зиянға шегеді. Ақыретте де бұл дүниеде де. Міне осындай мәселе. Енді тағы да басқа да нәзік мәселелер бар. Оны Құдай қаласа келесі сабағымызда